Гүлназ Қасымбек каналына қош келдіңіздер. Карамельді соусты дайындалу жолын көрсетемін және бір-екі қыр сырын айтатын боламын. Менімен бірге дайындаңыздар. Бұндай карамельді кремдерге тәттілердің ішіне начинка ретінде қолдануға болады. Қызып тұрған табаға қантты саламын, орташа отта ерітемін. Отты азайтпаймын, көбейтпеймін, яғни бізде орташа болып тұру керек. Қолданған ыдыстың табаны қалың болуы керек. Жұқа ыдыстан қант күйіп кетеді, ащы дәм беретін болады. Орташа отта ұстағанда қасынан кетпеңіздер. Осы процесс барысында сабырлы болып қасында тұру абзал. Қант жартылай еріп, шет жақтары қоңырқай түске айнала бастағанда ортасына қарай жинау арқылы араластырамыз. Араластырғанда міндетті түрде силиконды немесе ағаш таяқша болуы керек. Қасық болмайды, қасыққа қант жабысып, жұмыс жасауда кедергі келтіретін болады. Қант күйіп кетпеу керек. Егер басында қант күйгенін байқасаңыз, жағымсыз иіс шығып жатса, карамельді жасауды осы жерден тоқтатыңыз. Себебі бұл жерде ең маңызды ингредиент қант болғандықтан карамельге ащы дәм беретін болады. Қант ерігенде абайлаңыздар, ол қатты ыстық болады, температурасы 100 градустан жоғарыға көтеріледі. Қант ерігеннен кейін түсі қою қоңыр болғанда бөлме температурасындағы сары майды саламын. Майды салғанда бұрқырап қайнайды, ол орынды, солай болуы керек. Абайлап тез жылдамдықпен тағы да араластырамын. Араластырып отырып, микротолқынды пеште сливкиді жылытамын, қатты ысытпаймын, қайнатпаймын. Сливкиді құямын, барлығын құйып жібермеңіздер, 2-3-ке бөліп құйыңыздар. Әр құйған сайын жылдамдықпен араластырамыз. Әр сливкиді құйғанда да бұрқырайды, ол орынды, солай болуы керек. Екеуі бір-бірімен жақсылап араласқаннан кейін отты өшіремін. Егер карамель сұйық болғанын қаласаңыз, сливкиді көрсетілген грамм мөлшеріне 30-40 грамм тағы да қоссаңыздар болады. Және де карамельді сливкимен емес, сумен де дайындауға болады. Оны сіздерге көрсететін боламын. Ол үшін менің каналыма жазылып қойыңыздар, колокольчикті басып қойыңыздар, келесі видеода көрсетемін. Карамель суы барысында жарты шай қасық тұз қоссаңыздар болады. Тұз міндетті емес, карамель тәтті болғандықтан тұз балансын ұстап тұруға көмектеседі. Және қараңыздар, карамель менде сұйық болып тұр, бірақ ол суығанда ол қою бола бастайды. Карамельді суығаннан кейін бөлек таза ыдысқа құйып тоңазытқышқа кем дегенде 1 ай көлемінде ұстауға болады. Карамель дайын болды. Видео рецепт ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазыңыздар.